Сәлем достар, бөлгіштер жұбын іріктеу тәсілімен теңдеудің натурал сан түбірін табуды бірге қарастырайық. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 6 см ұзын. Оның ауданы 40 см квадрат. Тік төртбұрыштың ені неше сантиметр? Бізде тік төртбұрыштың ұзындығын А мен белгілейік, енін Б мен белгілейік. Бізге айтады, ені неше сантиметр, яғни ені белгісіз, оны X деп алайық. Ал ұзындығы не дейді? Енінен 6 см ұзын, олай болса X қосылған 6 деп жазайық. Және бізге ауданы белгілі, ауданы 40 см квадрат. Енді енін табайық, Тік төртбұрыштың ауданының формуласы S тең А көбейтілген B. Олай болса, А-ның орнына X қосылған 6-ны қоямын, B-ның орнына X-ті қоямын, тең 40 деймін. Енді осы теңдеуді іріктеу тәсілімен табамыз. Жұп-жұбымен 40 санының бөлгіштерін табамыз. Ол бізде 1 және 40 саны. Одан кейін 2 және 20. Одан кейін 4 және 10, 5 және 8 сандар. Жұп, 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5 және 8 сандар. Олар жұп сандар, егер оларды көбейтсек 40 шығады. Енді осыларды не істейміз? X-тің орнына қойып, мына жердегі теңдеудің түбірлерін табамыз. Енді қойып көрейік. 1-ді қойып көрсек, мына жерде 7 болады жақшаның ішінде, жақшаның сыртында 1 болады. 7-ні 1-ге көбейтсек 40 шықпайды. Оны сызып тастаймыз, ол түбірге жатпайды. Екіншісі 2-ні қойып көрейік. 2-ге 6-ны қосамыз, 8, 8-ді 2-ге көбейтеміз, 16. 2 деген түбірде келмейді екен. Енді 4-ті көрейік. 4-ге 6-ны қосамыз, жазып шығарып көрейік. 4-ге 6-ны қосамыз, көбейтеміз 4-ті. Тең неше болады? 4-ге 6-ны қоссақ 10, оны 4-ге көбейтсек 40 екен. Біз теңдеудің түбірін тапты. Олай болса, бізде X-іміз бізде 4-ге тең екен. X-іміз бұл не? Ені. Сонда жауабы тік төртбұрыштың ені 4 сантиметрге тең екен. Бірінші есеп теңдеулердің натурал сан түбірлерін бөлгіштер жұбын іріктеу тәсілімен тауып, сонан соң жазбаша тексеріңдер дейді. Біз не істейміз? 77 санының бөлгіштерін табамыз. 77. Ол қандай сандар? Ол 1 және 77. Одан кейін 7 және 11 сандар. Болды, осыдан басқа жоқ. 1-ді қойсақ келмейді. 1-ден 1-ді алып тастаймыз. 7-ні қойып көрейік. 7 көбейтілген 7 қосылған 4 тең болады. 7-ні көбейтеміз 11-ге. Ол бізде 77-ге тең. Олай болса, X-тің жауабы 7 екен. Енді әсін шығарайық. X көбейтілген, X азайтылған 3 тең 54. Енді біз 54 санының бөлгіштерін табамыз. Табайық, ол 1 және 54. 2-ге бөлінеді 27. 3-ке де бөлінеді 18. Одан кейін 6 және 9-ға бөлінеді. Енді X-тің мәнін табайық. 1 келмейді, 2-ден көрейік. 2, мына жерде жақшаның ішінде 2-ден 3-ті азайта алмаймыз. Одан кейін 3-те келмейді, 3-ден 3-ті азайтсақ 0, оны X-қа көбейтсек бәрібір 0 болып кетеді. 6-ны қойып көрейік. 6 көбейтілген 6 азайтылған 3, 6 көбейтілген 3. Бұл бізде 18 болып қалды. Сол себептен 6 да жауапқа келмейді екен. 9-ды қойып көрейік. 9 көбейтілген 9 азайтылған 3 тең болады 9 көбейтілген 6. 9 жердегі 6 54. Олай болса, бұл жауап келеді екен. Сонда X-тің жауабы 9 екен. Келесі, мына жерде X көбейтілген X қосылған 12 тең 85. Біз не істейміз? 85 санының бөлгіштерін табамыз. Ол 1 және 85. 5-ке бөлінеді 85. 17. Осы 4 бөлгіштері бар.
Енді орнына қоямыз. Бірден басқа, бірді қойсақ бәрібір қазір жауап келмейді. Одан басқа 5-ті қояйық. 5 көбейтілген 5 қосылған 12. 5 көбейтілген 17. Ал біз білеміз 5 пен 17-ні бірге көбейтсек 85 шығады. Сонда x-тің жауабы 5 екен. В. Бұл жерде x көбейтілген x азайтылған 2 тең 63. Яғни біз 63-тің бөлгіштерін табамыз. 1 және 63. 63 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсек 21. Тағы да 63 7-ге бөлінеді. 7-ге бөлсек 9 шығады. Енді орнына қояйық. 1-ді қойсақ бәрібір шықпайды. 3-ті қойсақ та шықпайтын сияқты. 3 көбейтілген 3 азайтылған 2. Бұл 3 көбейтілген 1 болып қалды. 3 келмейді жауабына. 7-ні қойып көрейік. 7 көбейтілген 7 азайтылған 2. 7-ні көбейтеміз. 7-тен 2-ні азайтсақ 5. 35 болып қалды. 7 де келмейді екен. 9-ды қойып көрейік. 9 көбейтілген 9 азайтылған 2. Бұл 9 көбейтілген 7-ге тең. Ал біз білеміз 9 бен 7 жұптары, ол бізде 63-ті береді. Сонда x-іміз бізде 9-ға тең екен. Екінші, тік төртбұрыштың ауданы 70 см квадрат, оның ені ұзындығынан 3 см қысқа. Тік төртбұрыштың ұзындығы неше сантиметр, ені неше сантиметр дейді. Берілген жазайық. S бізде 70 см квадрат дейді. Ал ұзындығы бізде А, ені Б. Ұзындығы, ені дейді, ені ұзындығынан 3 см қысқа. Ұзындығы X деп алсақ, ені X азайтылған 3 болады сонда. Енді ұзындығы неше сантиметр, ені неше сантиметр табу керек. Біз формуламыз қандай? S тең А көбейтілген Б. Осы жерге қазір қоямыз. А-ның орнына X-ті қоямыз, Б-ның орнына X азайтылған 3-ті қоямыз. Тең 70. Енді біз 70 санның бөлгіштерін табамыз. 1 және 70. Одан кейін 2-ге бөлінеді, 35. Одан кейін 5-ке бөлінеді, 14. 7-ге бөлсек 10. Енді орнына қояйық. 1 келмейді, 1-ден 3-ті азайтсақ шықпайды. 2 де келмейді, 2-ден 3-ті азайта алмаймыз жақшаның ішінде. 5-ті қойсақ 70-ке жетпейді, солай ма? 5 көбейтілген 5 азайтылған 3 болып қалады. Ол бізде 5 көбейтілген 2 10. 5 келмейді, 7-ні қойып көрейік. 7 де келмейтін сияқты, 7 азайтылған 3. 7-ні көбейтеміз 4-ке. 7 жердегі 4-ім 28. 7 келмейді екен. 10-ды қойып көрейік. 10 көбейтілген 10 азайтылған 3. 10-ды көбейтеміз 7-ге. 70 шығады. Солай ма? Олай болса бізде x-тің мәні 10 екен. X дегеніміз не? X дегеніміз бізде ұзындығы. Ұзындығы сонда жауабы деп жазайық. Ұзындығы 10 сантиметр. Ал ені, егер ұзындығы 10 болса, ені одан 3 сантиметр қысқа. 10-нан 3-ті азайтамыз, 7 сантиметр екен. Үшіншісі, тік төртбұрыштың ауданы 108 сантиметр квадрат, оның ұзындығы енінен 12 сантиметр ұзын. Тік төртбұрыштың ені неше сантиметр, ұзындығы неше сантиметр дейді. Берілгені ауданы 108 дейді, сантиметр квадрат. Ұзындығы А мен белгілейміз, енін Б мен белгілейміз. Ұзындығы енінен 12 сантиметр ұзын. Яғни енін белгісіз X деп болсақ, ұзындығы 12 қосылған X болады. Енді бізге айтады. Ұзындығы неше сантиметр, ені неше сантиметр. Сонда S тең А көбейтілген В. А-ның орнына X қосылған 12-ні жазамыз. В-ның орнына X-ті жазамыз. Ол тең 108-ге. Енді біз не істейміз? 108 санның бөлгіштерін табамыз. Ол 1 және 108.
108 2-ге бөлінеді. 54 3-ке де бөлінеді. 36. Одан кейін 6-ға бөлеміз. 18. 9-ға бөлсек 12 шығады. Енді осылардың арасынан іріктеп аламыз. 1 келмейді, 1-ді алмаймыз. 2-ні қойып көрейік. 2-ге 12-ні қоссақ 14. 14-ті 2-ге көбейтсек 28. 2 келмейді екен. 3-ті қойып көрейік. 3-ге 12-ні қоссақ 15. 15-ті 3-ге көбейтсек 45. 3 келмейді екен. Енді қарайық, мына жерде x қосылған 12, екіншісі x. Яғни 2 жұптардың айырмасы не? Айырмасы немесе екеуісінің айырмашылығы 12 сантиметр болу керек. Солай ма? Егер біреусі 1 сантиметр болса, екіншісі 13 сантиметр деген секілді. Енді бізде айырмашылығы 12 сантиметр болатын қайсысы? 6 мен 18, солай ма? Қазір қойып көрейік. 6-ға 12-ні қосамыз, көбейтеміз 6-ны. Қарайық, мына жерде шақшаның ішінде 18 және 6. Олардың айырмашылығы мына жерде 12. Айтып тұр, егер келесі жолы әрқайсысын бір-бірден тексермей, осы екеуісін бірден қойып шығаруға болады. Ол бізде 108-ге тең екен. X тең 6 екенін таптық. Ал X бізде ені. Сонда жауабы ені 6 сантиметр, ал ұзындығы одан 12 сантиметрге артық 18 сантиметр екен. Төртіншісі, тік төртбұрыштың ауданы 120 сантиметр квадрат, оның ұзындығы енінен 7 сантиметр ұзын. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар. Бізге ауданы берілген 120 сантиметр квадрат, ұзындығы А болсын, ені Б болсын. Ұзындығы енінен 7 сантиметр ұзын. Енін x деп алсақ, ұзындығы x қосылған 7 болады. Бізге периметрді тап дейді. S тең A көбейтілген V. A бізде x қосылған 7, V бізде x. Тең 120-ға. Енді біз не істейміз? 120 санының бөлгіштерін табамыз. Ол 1 және 120, 2 және 60, 3 және 40, 4 және 30, 5 және 24, 6 және 20, 7-ге бөлінбейді. 8 және 15, 10 және 12, соңғысы. 10 мен 12 бар. Бұл бізде жұптары, 2 мен 60, 1 мен 120, 10 мен 12. Енді біз қарайық. X-тің мәні неге тең болуы мүмкін? X пен X қосылған 7 деп тұр. Олардың көбейтіндісі, яғни екеуісінің айырмасы ені мен ұзындығының айырмашылығы 7 деп тұр. Енді мына жерден айырмашылығы 7 болатын сандарды қарастырамыз. 2 мен 60 емес ме? 3 пен 40 емес, 4 пен 30 емес, 5 пен 24-тің айырмашылығы 7-ден көп, 6 мен 20 емес, 8 пен 15 қарайық. 8-ге 7-ні қоссақ 15. Олай болса, тексеріп көрейік. 8 қосылған 7 көбейтілген 8 тең болады неше? Мына жерде 15 көбейтілген 8 болады. Ал ол бізде 120-ға тең. Сонда x тең 8 екен. Ал x-міз бізде бұл ені. Бізге айтып тұр, периметрін табыңдар деп тұр. Мынау бізде сонда v тең 8, ал a тең 15-ге. Периметрдің формуласы қандай? 2a қосылған v. 2 көбейтілген a бізде 15, қосамыз 8-ді, 2 көбейтілген 23. Ол бізде 46 сантиметр. Жауабы, сонда периметрі
46 сантиметрге тең екен. Бесінші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен 13 сантиметр ұзын. Оның ауданы 140 сантиметр квадрат. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар. Бізге айтады. Ұзындығы А, ені Б болсын. Ұзындығы енінен 13 сантиметр ұзын. Ені X болса, ұзындығы X қосылған 13 болады. Оның ауданы 140 дейді. Периметрі неше? Енді S тең A көбейтілген V-ға қоямыз. X көбейтілген X қосылған 13 тең 140. Енді 140 санының бөлгіштерін табамыз. 1 және 140, 2 және 70, 4 және 35, 5, 28, 7, 20, 10 және 14 сандар. Енді қарайық. Бізде ұзындығы мен еннің айырмашылығы 13. Енді мына жерде жұптардан бір-бірінен айырмашылығы 13 болатын санды тауып аламыз. Ол бізде қай сан? Бізде 5 пен 28-дің айырмашылығы 13 емес. Бізде келесі қарайық 7 мен 20 сандарының айырмашылығы бізде не? 13. Соны қойып көрейік. X-тің орнына 7-ні қоямыз. 7 қосылған 13 тең 7 көбейтілген 20. Сонда бізде 140 сантиметр квадрат шығады. Біз нені таптық? X-ті таптық. X ол 7-ге тең. X деген бізде ені, V тең сонда 7, ал A тең 20-ға екен, сантиметр. Енді бізге периметрін тап деп тұр. Периметр бізде 2, A қосылған V-ға тең. 2 көбейтілген A бізде 20, V 7, 2 көбейтілген 27. Ол бізде 54 сантиметр. Сонда жауабы периметрі 54 сантиметрге тең. Кімді жауаптар бар екен? А. А вариант.